Америкадағы алапат өрт әлі ауыздықталған жоқ, ал жергілікті билік тұрғындары шұғыл түрде қауіпсіз аймаққа көшуге шақырып жатыр. Мыңға жуық нысан мен үй күлге айналды. Туристер ағылатын әйгілі Голливуд ауданында да жанып біткен баспана өте көп. Қауіпсіз аумаққа көшірілген жандардың қатарында Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Адам Броуди сияқты танымал әнші актерлар да бар. Олардың да үйлері тұруға жарамсыз болып, күлге айналған. Әлеуметтік желіде алыстан мен мұндалап тұратын Голливуд жазуы бар төбеде отқа оранғаны жазылып жатыр. Алапат өрттен Пасифик, Палисадес, Санта-Моника және Малибу қалалары қатты зардап шеккен. Ел президенті Джо Байден арнайы Калифорния штатына келіп, зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсетілетінін және мемлекет шығынды өтеп беретінін мәлімдеді. Өрт сөндірушілердің жұмысына қызыл жалынды құрғақ жел кедергі келтіруде. Өрттің келтірген шығыны 57 миллиард долларға есептелініпті. Мына видеода алапат өрттен үйге қамалып, иесімен бірге ит шыға алмай қалған. Бірнеше адам қаза тапқан. Өрт тілсіз жау деген апат айтып келмеді. Өте қайғылы жағдай.